Махамбет батыр бар ғой, біздің Махамбет. Сол Махамбет бабамыздың, жаңағы батырдың ЮНЕСКО көлемінде үлкен тойы болады. Сол тойды Парижде тойлайды. Парижде Махамбеттің барлық өлеңдерін француз тіліне, испан тіліне, ағылшын тіліне аударып, әлемде үлкен ЮНЕСКО көлемінде, деңгейінде үлкен той болады. Сонда біздің қазақтар барған Парижге. Содан музейді аралап жүрсек, Махамбеттің өлеңдерінің барлығы әлемнің әрбір тілдерінде тұр дейді. Содан кейін анау бір бұрышта қазақша бір өлең тұр дейді. Көзіме оттай басылды деген кісі айтады. Қасына бардым дейді жаңа тіл. Содан француздар мен ағылшындардың бәрін шақырып алып сұрадым дейді. Мына не аудармағансыздар Махамбеттің мына өлеңін? Сонда айтты деді, ойпырмай, мына қазақ деген қандай ұлы халық. Мына Махамбеттің тура осы өлеңін біз барлық ғалымдар жиналып, тіл мамандары жиналып, аудара алмай қойдық дейді. Мынау деген сұмдық қой дейді. Егер де бізде Махамбет сияқты ақынымыз болса, онда біз оны әлемнің барлық тіліне аударып, әлемге тарататын едік. Не деген ақын мынау деп. Сонда мен сұрайын ғой, ата бұл қай өлең деп. Сөйтсе мына өлең дейді, жазылып тұрған қазақша аударылмай қалған шетелдің ғалымдары өресі жетпеген біздің тіліміз Махамбеттің өлеңі. Арқаның қызыл изеңі дейді. Шөптің атын айтып отыр. Арқаның қызыл изеңі, түбі күрдік, басарал. Қыдырашалар аруана. Елінде қарияң болмаса, жастарың болар, диуана дейді. Бір сынаған жаманды екінші қайта сынама. Тіршілікте сыйласпаған ағайын, құм құйылсын көзіңе, өлгенде бекер жылама дейді. Ал аударып көр осыны. Ағылшын тіліне, орыс тіліне, француз тіліне аударып көр. Арқаның қызыл изеңі деген шөп, басы күрдік, тұбарал. Шөпті суреттеп тұр. Қыдырашалар аруана дейді. Аруана деген не ол? Түйе. Жүріп бараты бар, шөпті жеп баратыр дейді. Қыдырашалар аруана, еліңде қарияң болмаса, жастарың болар, диуана дейді. Егер ей айналайындар, Құдайдан қорқыңдар, ей қазақ деп айтатын ақсақалдар болмаса, жастарың диуана болады дейді. Бір сынаған жаманды екінші қайта сынама. Тіршілікте сыйласпаған ағайын, құм құйылсын көзіңе, өлгенде бекер жылама дейді. Сондықтан жақсы білімді болайық, азамат болайық, қазақтың жігіті, қазақтың қызы міне мынандай деп көрсететін атқа лайық болайық. Жігіттер, біз мықты болайық. Біз мықты болған кезде мына қарындастарымыз мықты болады. Қазақтың жігіттері намысты болған болса, мына қарындастарымызды біз қорғаймыз. Қазақтың жігіттері мықты болған болса, ертең елдің іргесі түзеледі. Жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар елпектеп, жаманмен дос болсаң, сыртыңнан жүрер өсектеп. Құс ілген қудың ұятты әсі болмайды. Келмейтұғын нәрсеге жаныңды қинап жылама. Ханнан туған қырықтан, халықтың кегін қуатын қарадан туған біреу артық. Махамбет Өтемісұлы.